Жалпы қаңтар айына облыста 339 вагон жоспарланғанбыз. Оның енді бүгінгі күнге 286 вагоны келді. Өздеріңіз көріп отырғандай, кеше Қызылорда қаласына 20 вагон көмір келіп, бүгін сатылымға шықты. Жалпы облыста кеше 24 вагон көмір келді. Енді оның 20 вагон осы облыс орталығына дедік, 2 вагон Сексеуілге, 2 вагонды Қазалыға, жалпы жолда 62 вагон тағы да келе жатыр. Оның ішінде 45 вагоны осы Қызылорда қаласына жоспарлап отырмыз. Енді 16.000 бағасы 16.700-ден 20.000 аралығында сатылымға шығып жатыр қазір. Жалпы мынау Қазақстан темір жолының жүк көлігі бөлімшесімен, жүк тасымалы бөлімшесімен күнделікті байланыстамыз. Енді жалпы жоспарланған жаңағы қаңтар айына жоспарланған вагондарымыздың тезірек мынау Сексеуіл маршруты арқылы Қызылжар Сексеуіл станциясы арқылы жеткізілуін қадағалап отырмыз. Өйткені бізге осы маршрут тиімді болып отыр. Қалаға, мынау Жаңақорған, Шиелі аудандарына тез жеткізілуге.